Урматтуу Касым-Жомарт Кемелуулу, урматтуу Казакстандын делегациясынын мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздерди бүгүн Бишкек калаасында ынтымак ордосунда кабыл алып жатканыма абдан кубанычтамын. Дагы бир жолу кош келдиңиздер демекчимин. Казакстан биздин эң жакын коңшубуз, тышкы саясатыбыздагы өзгөчө артыкчылыкка ээ болгон боордошубуз, негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири. Бүгүн сиздин жеке колдооңуз менен, урматтуу Касым-Жомарт Кемелуулу, биздин мамлекеттерибиздин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелер ишенимдүү түрдө өнүгүп келе жаткандыгын чоң кубануу менен белгилеп кетмекчимин. Байыртадан бери биздин элдерибиз жанаша, ынтымакта, достукта жашап, бири-бирине жөлөк болуп, жардам берип, колдоо көрсөтүп келишкен. Ушуга байланыштуу калыптанган достук салттын негизинде бардык маселелерди кеңешип чечебиз деп терең ишенемин. Анткени кыргыз менен казак эгиз элдер. Абай атабыз айткандай, эч бир казак кыргыз менен казактын тукумдаш экенин талашпайт. Ошондой эле эч бир кыргыз казак менен кыргыздын бир туугандыгына күмөн салбайт деп баса белгилеп кетмекчимин. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелуулу, былтыр Астана калаасында сиз менен эки тараптуу кызматташуубуздун бардык тармактарын кылдаттык менен карап чыкканбыз. Бүгүн биз жогорку мамлекеттер аралык кеңешибиздин 7-чи жыйынын өткөрүүдөбүз. Бул жыйын биздин мамлекеттердин ортосундагы боордоштукка, стратегиялык өнөктөштүккө жана өз ара ишенимге жаңы дем берип, эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди илгерилетүүгө өбөлгө түзөрүнө ишеним артам. Казак менен кыргыздын тамыры бир, тагдыры бир деп улуу казак акыны Жамбыл Жабаев айткандай, чындыгында эле биздин элдерди тарых, маданият жана тагдыр бириктирип келген. Мен бул улуу инсандын сөзүнө толугу менен кошулуп, биздин өмүрлөш элдердин келечеги дагы бир деп айтар элем. Сиздин бүгүнкү сапарыңыздын алкагында тарыхый, маданий иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ош шаарында Казакстандын башкы консулдугунун салтанаттуу ачылышы бул кыргыз-казак кызматташтыгынын жаңы барагы десек болот. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин базасында Лев Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин филиалынын ачылышы бул билим жана илим жаатындагы өз ара аракеттенүүнүн келечектеги көпүрөсү болот деп ишенемин. Мындан тышкары, Бишкек калаасында казак киносунун күндөрү жана эки өлкөнүн таланттуу, демилгелүү жаштарынын катышуусу менен 3-чү жаштар форуму ийгиликтүү жана жемиштүү өттү. Жакында эле борборубузда улуу казак жазуучу Абай Кунанбай уулунун 180 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара дагы болуп өттү. Кыргыз эли Абай Кунанбай уулунун улуу жолун, чыгармачылыгын, сөз касиетин өзгөчө урматтайт. 3 жыл мурун Бишкек калаасынын борборунда Абай Кунанбаевдин айкелинин ачылышы буга далил болуп саналат. Ал иш-чарага биздин катышуубузду өзгөчө жылуулук сезимдер менен эстеймин. Ал эми бүгүн болсо сиз менен бирге кыргыз-казак достугунун алтын көпүрөсү аталган Чыңгыз Айтматов менен Мухтар Ауезовдун Бишкек калаасындагы монументалдык эстелигинин ачылышына катышканы турабыз. Бул эки улуу инсан дүйнөгө боордош элдерибиздин руханий бийиктигин жана достуктун түбөлүктүүлүгүн даңазалап келишкен. Улуу Чыңгыз Айтматов айткандай, эл достугу эң бийик тоо, анын чокусуна чыккандар эч качан ыза көрбөйт. Биз дал ушул бийик чокуга кол кармашып бара жатабыз десек болот. Сиздин жеке демилгеңиз жана колдооңуз менен ишке ашып жаткан бул маданий долбоорлор кыргыз-казак ынтымагынын бекемделишине зор салым кошууда. Ошондуктан сизге, урматтуу Касым-Жомарт Кемелуулу, терең ыраазычылыгымды жана чын дилимден алкышымды билдиремин. Курметтүү Садыр Нуркожоевич, курметтүү өкмөт мүчөлөрү, эң алдымен казак делегациясына ерекше конак жайлык көрсөтүп жатканы үчүн курметтүү Садыр Нуркожоевич, сизге және барша кыргыз халкына ыстык ризачылыгымды билдирем. Бул ресми сапарымдын максаты казак-кыргыз байланысын нығайтып,
өзара тиімді ынтымақтастықты күшейте түсу. Осы орайда бауырлас Қырғыз еліне шақырғаны үшін құрметті Садыр Нұрғожаевичке зор алғыс айтамын. Біз жоғары саяси диалогтың арқасында екі елдің ықпалдастығын жаңа сапалы деңгейге көтереміз. Мен бұған кәміл сенемін. Қасиетті Алатаудың қос краны сияқты қазақ пен қырғыз ежелден еншісі бір, тағдыры ортақ ағайынды халықтар. Қиын сәтте бір-біріне демеу, қуанышты күнде тілеулес бола білген елдер. Тарихтың талай тезінен аман өткен достығымыз ата-бабадан қалған аманат, ұрпақтан ұрпаққа берілген рухани қазына. Қазір қос халықтың арасындағы қарым-қатынас өзара сенім мен сыйластыққа негізделген берік әріптестікке ұласты. Екі елдің байланысы одақтастық рухында дамып келе жатыр. Қырғызстан Қазақстанның аймақтағы басты стратегиялық серіктесінің бірі. Екі жақты сауда-саттық көлемі шамамен 2 миллиард долларға жетті. Бұл көрсеткішті еселеуге барлық мүмкіндік бар. Инвестициялық ынтымақтастық жылдан жылға нығая түсуде. Соның арқасында түрлі бірлескен жобалар табысты жүзеге асырылды. Су энергетика саласында өзара үйлесімді жұмыс атқарылып жатыр. Мәдени-гуманитарлық саладағы байланысымыз да күшейіп келеді. Біз Қырғызстанмен ықпалдастықты тереңдете түсуге айрықша көңіл бөлеміз. Былтыр одақтастық қатынастарды кеңейту туралы тарихи шартқа қол қойдық. Бүгін біз ынтымақтастықтың кешенді жоспарын қабылдаймыз. Осы маңызды қадамдар қазақ-қырғыз байланысын дамытуға тың серпін береді деп сенемін. Екі елдің үкіметі бұл жоспарда көрсетілген мақсат міндеттерді басшылыққа алуға тиіс. Құрметті Садыр Нұрғожаевич, сіз елдеріміздің достық қарым-қатынасын нығайтуға зор еңбек сіңірдіңіз. Мен мұны өте жоғары бағалаймын. Біз өзіңізді Қырғыз елін жарқын болашаққа бастап келе жатқан парасатты, кемеңгер көш басшы деп білеміз. Қырғызстанның экономикасы өркендеп, инфрақұрылымы жаңарып, халықтың әл-ауқаты жақсарып келеді. Сонымен қатар, еліңіздің аймақтағы және әлемдегі беделі арта түсті. Бұл сіздің салиқалы саясатыңыз бен қажырлы еңбегіңіздің жемісі. Қазақстан Бішкектің біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше болуын толық қолдайды. Барынша қолғабыс көрсетуге дайын. Біз бауырлас ел, тату көрші, сенімді серіктес ретінде Қырғыз Республикасының өсіп өркендей бергенін қалаймыз. Осы орайда барлық стратегиялық мақсат міндеттің табысты жүзеге асуына, еліңіздің саяси экономикалық әлеуетінің арта түсуіне әрдайым тілектеспіз. Құрметті әріптестер, жаңа ғана құрметті Садыр Нұрғожаевичпен шағын құрамда келіссөз өткіздік. Бір қатар өзекті мәселені талқыладық. Бұл келіссөздер ашық әрі өзара қолдау рухында өтті. Оның нәтижесіне өте ризамын. Біз қарым-қатынасымызды одан әрі кеңейтуге мүдделі екенімізді тағы да растадық. Мақсат міндеттерімізді айқындадық. Екі бауырлас елдің арасында шешімін таппаған мәселе болмау керектігі туралы айттық. Ғасырлар бойы қалыптасқан мызғымас достық пен бауырластық байланысты бекемдей түсу, оны жаңа белеске көтеру екі елдің ортақ мақсаты. Оған біздің мүмкіндігімізде, ынта-жігерімізде жеткілікті. Екі жақты ықпалдастықты дамыту үшін бүгінгі кеңес отырысы өте маңызды. Қабылданатын шешімдердің стратегиялық мәні бар. Жоғарғы мемлекетаралық кеңестің жұмысы қазақ-қырғыз ынтымақтастық аясын кеңейтуге жол ашады деп сенемін. Бұған бәріміз мүдделіміз.